Қашанғы қайыр сұраймыз? Қазір имамның орны қай жер жалпы? Имамның орны мінбер мен михраб қой. Біз шатырда жүрміз ғой. Біз мешіттің төбесінен аққан суды аңдып жүрміз. Біз мешіттің жылуын қалай төлейміз деп жылу жинап жүрміз. Біз мешіттің жыртығын қалай жабамыз деп әркімнің бетіне күлгіміз келмесе күліп жүрміз. Арқасынан қағып жүрміз. Бермесе де бай жақсы, жемесе де май жақсы деп. Ақиқаты сол. Мешіттегі тұрған жәшік бітпейтін әңгіме. Ақша қайда кетіп жатыр? Пітір қайда кетіп жатыр? Қайда кетіп жатыр ол? Ол сенің алған дәрет суыңа кетіп жатыр. Ол сен отырған тақаратхананың тазалығына кетіп жатыр. Ол сен сәжде қылған кілемге кетіп жатыр. Ол саған имамдық қылған имамның қаржысына кетіп жатыр, айлығына кетіп жатыр. Сенің балаңа әлифті таяқ деп танытқан ұстазға кетіп жатыр. Міне, ақша қайда кетіп жатыр? Ол неге есептелмейді? Түн ұйқысын 4 бөліп қайғыға шомған адамға барып қайғысын басқан имам. Дүниеге бала келсе соның қуанышына ортақтасып құлағына азан айтқан имам. Алланың алдында ерлі зайыпты деп танытып некеңді қиған имам. Неге онда имамды сөз қыламыз? Неге бәрі жақсы, имам жаман? Дұрыс. Ат болғасын аласы болмайды. Оның ішінде аласы да болады, қарасы да болады, қасқасы да болады. Бірақ көпке имам деген халыққа бірақ топырақ шаша салуға болмайды ғой. Ол халықтың қызметіндегі жүрген, Құдайдың таңдап, Алланың өзінің таңдауымен жұмыс жасап жүрген Алланың үйінің қызметшісі ғой. Айтқым келгені, уақыфтың ісі көтерілмейінше діннің ісі көтерілмейді. Құрметті